Сәлем достар, менің арнама видеома қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан Тока. Бүгін бізде Дүкенші қыздың 5-ші бөлімі. Достар, мен сіздерге айтқан болатынмын, осы 4-ші бөлімінде 10 лайктан көп жинап тастаңыздар дегенмін. Сіздер маған 15 лайк жинапсыздар, сіздерге үлкен рахмет. Ал бүгін мен сіздерге осы Дүкенші қыздың 5-ші бөлімін түсіріп отырмын. Білмеймін, 5-ші бөлім соңғы бөлім бола ма, оны әлі шешкен жоқпын достар. Достар, егер сіздер менің арнамды жаңада көріп тұрсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Осылайша арада 2 жыл өтеді. Ой, мінекей, біз дүкеннен киім алып келдік. Саған ұнады ма? Я, киім маған қатты ұнады. Маған да ұнады. Әпке, қашан үй аламыз? Құдай қаласа, бүгін мен жақсы үй таптым. Енді сол үйді сатып алатын боламыз. Ура! Әпке, мен өте қуаныштымын. Мен де. Так, мен телефонымды көрмедің бе? Жоқ, көрмедім. Жарайды, қазір сен осында отыра тұр. Достар, ол осы 2 жылдың ішінде ол уже өзіне дүкен сататын жер сатып алды. Және ол жерде уже ол заттарын орналастырып қойды. Яғни уже 5 ай бұрын ол дүкенді ашқан және саудасы жүріп жатыр. Ой, мінекей тауып алдым. Әпке, мен планшетімді беріңізші. Мінекей. Достар, егер сіздерде мынандай сұрақ туындаса, неге ол бұл жерде жүр десеңіздер, ол жай ғана осы жерді аралап, мына жерде кафеге кіруге келген тұғын. Ол негізі өзінің магазині бар, бұл жерде емес. Олар қазір үй сатып алуға бара жатыр, достар. Мен коробкаларды алып келдім. Бұл жерде толған ақша бар. Бұл жерде шамамен 30 миллиондай теңге бар. Так, аяру жүре ғой. Я. Енді қазір біз осы ақшаларға бір үй сатып аламыз, бір комнатный. Достар, осылайша олар өздерінің болашақ үйіне келді. Мәссаған, қарашы мына жерді. Вау, ауласы деген супер ғой. Құдай қаласа, сен осы жерде ойнайтын боласың. Және де өзіңнің достарымен. Я? Мәссаған, әпке, мынау деген өте керемет қой. Сол ғой, жаным, қарашы мынада не бар екенін. Вау, менің жақсы көретін гүлдері. Мәссаған. Ал мында отыруға болады. Мәссаған, қандай ыңғайлы, я, әпке. Я, ал енді қанекей үйдің иесіне кіріп, осы үйді дәл қазір сатып алайық. Я, жүре ғой. Кеттік. Үйде біреу бар екен. Тук-тук, сәлеметсіз бе? Ой, келіп қалдым екен. Қанекей, кіріңдер. Ой, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Кіріңдер, жайғасыңдар. Сен маған хабарласып едің ғой. Я. Мен осы үйді сатып алсам деп едім. Я. Үйді көріп шық. Мәссаған, кухня ма? Я, кухня. Вау, мына залды қараш. Үлкен телевизор. Еще батут бар ма? Керемет. Слайм. Супер ғой. Так, қазір бұл арғы бөлмелерінде көріп шықсам болады. Я. Мен көріп шықтым, өте керемет екен. Сатып аласың ба? Я, әрине аламын. Жарайды. Ақшаны келе ғой. Міне мұнда да бар, және мұнда да бар. Мына жерден азғантайын алып қалайын. Артық ақша. Мынау артық. Так, сосын мыналар болды. Міне. Так, қанекей. Ой, мәссаған. Тоқта, мынау артық. Сдача. Бұл да сдача. Болды. Төленді ме? Я. Санап алдым. Ал енді үйдің кілтін берейін саған. Мінекей үйдің кілті, енді үйді тазалап,
игілігіңе тұр, короче. Рахмет сізге. Оқасы жоқ, саған да рахмет. Ал сау бол, мен кеттім. Сау болыңыз. Қараш, енді мынау үй біздікі. Так, мына ақшаларды бір жерге сап қояйық. Так, мына бір коробка алдым. Осыған сап алайық. Так, мында қояйық. Мә, саған да кухнясын қараш. Керемет, Осындай үйде тұруды армандадық қой, ата-анам тірі болғанда осыны біздің қалай тұрып жатқанымызды көретін еді, Жарайды, енді бүгіннен бастап осы үйде тұратын боламыз. Ал жұмысты тастайсыз ба? Жоқ, жұмыс тастамаймын. Екеуміз күнде жұмысқа барып тұрамыз. Ура! Қараш, қандай әдемі жастық. Қара, телевизор. Вау, мына жерде слайм бар екен. Слайм бар. Осыны сен ойнайсың. Бұның бәрі үймен бірге берілген. Қараш, еще карандаштар бар. Күшті ғой, күшті әпке. Енді ары қарай барайық. Ал мұнда бізде телевизор мен батут бар. Қане аларды қоя тұр. Секірші мұнда. Отыра ғой. Қалай ұнап жатыр ма? Өте қатты ұнап жатыр. Енді біз осы үйде тұрамыз. Ура! Мен қатты қуаныштымын. Мен де әпке. Так, достар, осымен бүгін бізде сериал аяқталды. Егер сізге бұл сериал ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Дүкенші қыз сериал маған өте қатты ұнады. Енді келесі қандай сериал шығарайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.